Абайлаңыз. Желіде Халық банк атын жамылған алаяқтар көбейді. Жақында Халық банктың әрбір қазақстандыққа 500 мың теңге беруге міндетті деген хабарлама тарады. Жарнама жазбасында оқырманды сендіру мақсатында Тоқаевтың суреті қойылған және фактчек KZ жазбаның алаяқтарға тиесілі екенін қалай анықтады? Бірге тексерейік. Біріншіден, Халық банк ресми сайтында немесе желідегі парақшаларында мұндай хабарлама жарияланбады. Екіншіден, жазбада көрсетілген сілтемеге өтсеңіз, үкіметтің немесе банктің ресми сайты емес, алаяқтардың сілтемесі ашылады. Ал жарнамада Тоқаевтың суреті оқырманға сенім тудырып, алдау мақсатында қойылған. Бұл алаяқтарға тән. Сайтқа қатысты деректі жинақтап беретін Whois дерегінше, жарнамадағы сайт ақштың Иллинойс штатында тіркелген. Бұған қоса, басқа деректің барлығы тіпті қандай компанияға қарасты екені әрі кімнің атына тіркелгені жасырылған. Құрметті достар, Халық банк атын жамылатын алаяқтар өте көп. 2020 жылы банк атынан жалған конкурс ұйымдастырып, автокөлік ұтуға болады деген жалған ақпарат тараған да болатын. Сонымен қатар елімізде халықтан бөлек Каспий банктің де атын жамылып, біраз заңға қайшы алаяқтық әрекеттер жасайтындар аз емес. Былтыр наурызда қазақстандық банктер қаржы алаяқтары туралы бірлесіп ескерту жасаған. Оны видео астындағы сілтемеден оқып алуға кеңес береміз. Бүгінге осы. Желдегі фейкке алданбай, алаяқтардан сақтаныңыздар. Сонымен қатар каналға тіркеліп, жақындарыңызға бөлісуге кеңес береміз. Келесі кездескенше, чао.